Саламатсыз ба? Менің есімім Нұрсұлтан Хамидоллаұлы. Мен сіздерге бүгін аралда регидратационды терапияны үй жағдайында қалай жасау керек екенін үйретемін. Ол балада диарея белгілері болған жағдайда жасалады. Ол үшін бізге регидрон порошогы және су қажет болады. Және біз баланың жалпы салмағын білуіміз қажет. Бұл регидрон ерітіндісін біз дайындау үшін баланың жалпы салмағын 75 мл-ге көбейтеміз. Соның нәтижесінде біз регидрон ерітіндісін жасаймыз. Мысалға, баланың жасы 5 жаста және ол 14 кг болатын болса, біз осыны 75 мл-ге көбейтеміз. Соның нәтижесінде бізде жалпы 1 литр шамадай су болады. Осы 1 литр суға біз регидрон порошогын саламыз. Регидрон порошогын біз ашып, су ерітіндісіне салып, оны қозғаймыз. Осы порошок толықтай еру қажет. Сосын араластырып болған соң ерітінді порошок толықтай ерген соң біз балаға осы ерітіндіні 4 сағат аралығында ішуін сұраймыз. Осымен біздің оральды регидратационды терапиямыз аяқталды.